Достар, hammaga salom. Biz o'z sayohatimizni Vena qalasida davom etamiz. O'tgan yili bizlar otamda ham yenimda Yevropaga chaqirdik, ham birgalikda aylandik. Ularga ko'plagan Chexiyaning qalalarini hamda Yevropaning ulkan mamlakatlarini ko'rsatdik. Bularning biri Vena qalasi. Bu Avstriyaning poytaxti hisoblanadi. Miniki vokzalning o'zi juda ulkan. Sizlar aytganimda Chexiyaning Brno qalasida yashaymiz. Al Vena bo'lsa, bizlarga 1 soatlik yo'l juda yaqin. Shuning uchun bizlar Venada tez-tez aylanib turamiz. Hozir bizlar Venaning vokzaldan chiqdik. Peshkom hamma sulu yerlarda уже aylansa bo'ladi. Bu Belveder degan qasr. Tap vokzalning qasında ekan. Peshkom aylanib chiqamiz Venani. Bog'i bor ortida. Hamma 6-kun dam olishga kelgan. Вот красота. Yerda suv, fontan bor ekan. Suvga yerinib turibmiz. Dальше ketishimiz kerak. Жаңа kirdik. Biroq shunda ham hamma yerni ko'rib ulgurishimiz kerak. Biz ana bu yerga borishimiz kerak. Bizler o'zlarimiz tursiz, hech qanday plansiz aylana beramiz. Ko'p qalalarda Google kartadan foydalanamiz. Vokzaldan chiqasalar, ko'zimizga tushgan, suluv, e'tiborimizni tortgan yerlarda ko'rsatib boraveraman. Masalan, mana yerda Sovet armiyasini, Sovet soldatlarini fashizmdan qutqarganligi uchun shunday esdalik bor ekan. Ya'ni Avstriya mamlakatini fashizmdan qutqargani uchun shunday esdalik qoldirgan ekan. Более 130 тысяч солдат. 30 мың адамды пленге алды да. Украинский фронт, украинский войска. Үлкен памятник. Дальше тараппыз. Қарадан қарап жүрміз өздеріміз. Мына немелеріміз оқып қойды. Бұл электротехникадан соқпаған робот екен. Красиво. Көріп тұрған ажайып бина бұл Церковь Карлскирхе. Бұл бинада көптеген архитектура стильдері пайдаланылған. Һәм өзінің колонналары менен атаклы. Егер э'тибар беріп қарасаңыз, колонналарда juda көптеген мифологиялық кахарманлар суретленген. Бұл католик шіркеу болғанына қарамастан, ішінде хәзірде көптеген концертлер болып өтеді. Venaның басқаша жері сол. Елегенен атылар жері. Ана опера, Государственная Венская опера. Иоганн Штраустың үйі музейі екен. Жерде вот Крутской парк. Қаратыңыз. Памятник Иоганну Штраусу. Бізде қаратақша сөйлесіп отырайық. Қазақсталық Салтанат Асқар деген ребята қасымызға келіп қазақша сөйлесіп жатса деп отыр. Сен жасайтын екен? Паркте көріп қалдым. Венаны город-музей деп айтады, яғни музей қаласы. Ашық аспанда, таза ауада, баяғы заманларға түсіп қалғандай болып айланып жүресіз. Вена көптеген музыкантлардың ватаны hamda Моцарттың үйі жайласқан. Красота. Мынау не Моцарттың үйі. Ата түсіріп видеоға. Бұл видеоның ақырына дейін көрмесеңіз болмайсыз. Это собор Святого Стефана деген. Собор дегені бір как бы церковь. Красота такая. Вот адамlar қасына киімдей дом екен. Бұл не готика стилінде
огромный, дым екен. Красота. Атлардың парковкасы. Бұл үлкен шіркеу, яғни собор Святого Стефана, уақыттың өзінде Венаның символы әмде қаланың орайы болып есептелінеді. Собордың биіктігі 136 метр болып, бұл Австрияның ең үлкен шіркеуі деп табылады. Бұл католик шіркеуі 14-ші ғасырға тиесілі. Интерьерді безеуде атақлы художниклар, архитекторлар қатнасқан, әмде тасқа ойылған жүда сұлу портретлер, әмде скульптуралар менен бай. Собор ішінде көптеген патшалар жерленген. Көзіммен көрсем қатты сұлу. Көріп тұрғаңыздай, мына жерде үлкен орган бар. Оны орган великан дейді, себебі Австрияда ең үлкен орган есептелінеді. Жайық бінаның жоғарысына көтеріліп, Венаға сұлу көріністі көрсеген болады. Бірақ бізге коляскамен болған үшін жолымызды давам еттік. Көріп тұрғаңыздай, бұл жерде көшелердің өзі тосылып. iPhone магазині мынау. Соған очередке қараң. iPhone сатылуға. Атақлы бренд дүканларға бай. Әмде Венаның атақлы вафлилері һәм конфетлері бүтін дүнияда сатылады. Біздер қазір танықлы Альбертина музейінің жоғарысына міндік. Бұл жерде мұндай сұлу көрініс ашылады. Бұл дворец, қазір замок, соның ішінде художественный музей жайласқан. Сол Альберт Саксонский Бургартен деген жерге келдік. Бургартен. Саат парк и барамыз қазір. Кейде кофе ішіп аларақпыз. Көреміз орын бар екен. Бұл болса Хофбург. Алдынлары императордың резиденциясы болған, яғни императордың отыратығын жері. Қазірде Австрияның президенті осы жерде істейді екен. Біздер келгеніміз күні бір забастовкаға түсіп қалдық. Бір затларға қарсы шығадықты. Спокойно парламенттің алдында полициялар қарап, қалеген затын жеткізіп береді. Нейді мыналарға, адамларға, властьқа неге қалеп атқанын айтып. Мен мындай кафешка, сұлу кафешка, кофе ішіп алажақпыз. Мындай. Мен айс кофе, асатпай алдым. Печенька беретін. Мынау не розалар бағы. Кофемізді ішіп алып, ар жағына Volksgartenға өтіп кеттік. Парктың аты Volksgarten, яғни халық бағы. Бұл жерде әр түрлі сорттағы розалар жиналған. Бұл розарийда әрбір розаның астында оның сорты, оның түрі хақында мағлұматлар жазылған. Паркте айланып жүріп, 100-ден көп розалар менен таныссаңыз болады. Иіслері, реңлері бір-бірінен ажайып. Бұл парк күнде әмме үшін бейпыл һәм ашық тұрады. Бірақ мерді мұсырлар бар екен. Тым адам, әр жақтан адамлар келеді, туристлар келеді. Сондай ғып кіріп кететін екен. Гүлдерді іскелеп жүрді, мен кәлесімен кеттім. Парктың ішінде Грецияны есімізге салатығын Тесей храмының кішкене копиясы бар екен. Оның ішінде әр түрлі көргізбелер болып өтеді. Өткен келгенімізде отырып еді сол. Мындай көргізбе болатқан екен. Ішіне кірсе болады. Мынау океанды сондай патасламау үшін пластиклардан океанның сұлулығын көрсетіп қойыпты да. Баклажкалерді как будто океанның ішінде жүргендей қылып көрсетіп қойыпты. Тасбақалар. Красота. Мынау да бір театр. Венский.
красота. Ал бұл көріп тұрғаныңыз Венская ратуша, қалалық басқару органы десегім болады. Скамейкаларға қарай. Непрерывный. Тоқтамайтын скамейка. Скамейканы жауып қойды. Светофорларға тіпар берсеңіз, бұл жерде ергерлікті әр жақлама қолып қуатлаушы символлар көрсеңіз болады. Әзірде мінекей Австрияның парламентінің қасынан өтіп баратырмыз. Неге тұрып бұл жерді жауып қойыпты, реставрация болып отырған болуы мүмкін. Бұна антик стильде салынған. Енді бұл жерде сол забастовканың дауамы болып атырыпты. Енді біз түсінуіміз бойынша коронавирустан кейін хамизат қымбатлап кеткен, сол себептен адамлар көп затларды арзанлатуды мемлекет басшыларынан сұрап шыққан ұқсайды. Площадь Марии Терезы деген сол. Массовые беспорядки. Боже. Егер этибар берген болсаңыз, адамлар жәрдем беріп жатыр, полиция, сонда организациялар бар. Мінекей ақ киген адамлар солардың направлениесін дейді, жөнелісін бұзбай бірдей сонша адамды алып баратырыпты. Яғни бұлардың өзінің планы бар, қаққа қарай жүретұғын ғой. Һәм соны бұзбастан һәм әстен жүріп баратырыпты. Полициялар бұларға жәрдем беріп, бұларды сопровождать етіп защитаға жетті. Әр жол бойы сондай лифтлар бар, мынандай стеклянный, айналы. Сүйерде метроға сүйерден сөйткенсең. Мынау міне вокзал, уже қайтып баратырмыз. Пока вену! Нам нет дной. Поезда отырмыз. Мен неміз отырмын. Бала менен еплеп түсірген видеома әлбетте лайк қойың, һәм өз пікіріңізді жазып қалдырың.